Аллаға шүкір, қуанышты жаңалық. Біз үй алдық. Енді сол үйдің отчеттарын айтып өтейін, иә. Қараңыздар, соңғы отчетым үшіне берілген. Үшіне 6.793.962 теңге 79 тиын қалған беді, мұны сол тиын тұр. Енді 4 мен 11 аралығында түскен ақша 1.254.958 теңге 58 тиын. Ал мынау расход, бұл расходымыз үй алғамыз. 7.700.000 теңгесіне үй алдық. 299 теңге перевод жасағанына 1000 теңгесі депозитке салып, қайтадан депозиттен алып қосып берді. И одан бөлек 40 теңгесі неге кеткен? Былай түсіндіре берейін. 40 теңгесі нотариуске бергенбіз, 1000 теңгесі депозитке өтті да, депозиттен қайтадан депозиттен пополнение болды. Ал мынау неге 299 теңге перевод қыстап қалды, 7.700.000-ді үйдің егесіне аударып жіберді. Ал мынау бізде 15-15-нан екі парақшаға салған ақшамыз. 4-не көрсетер ма? Числоған мынау 10-на болған. И одан бөлек бізде народныйдан, өзіміздің народныйдан 293.867 теңге 74 тиын аударғанбыз. Сонымен бізде қазір қорымызда осыларды қосып алған кезде 277.622 теңге 37 тиын. Оған қосамыз 16.400 теңге. 16.400 теңге ол бізде народныйдағы 4 мен 11 бағанаға несия 4 мен 11 арасындағы қазір кәмгі 16.400 теңге қалған. Екінші парағын ашамыз, 10 күні 293.867 теңге 74 теңге біздің Каспийге аударғанбыз. Одан кейін қалған ақша 2.400.000, 14.000, 15.000, 16.400. Мына 10-нан 11-не дейін. Ама 4-нен бастап жаңағы неге дейін барған есебіміз. Енді екеуін қосқан кезде дәл қазір біздің қорымызда 294.022 теңге 37 тиынымыз бар. Енді кезекте біз үйді алғанменен ішін кішкене ремонттау керек, себебі ол жерде адам өмір сүрген, и ол жерді көшіп кеткеннен кейін ішінде кішкене мусорлау, мынандай нелер болып тұр. Солардың барлығын кішкене реттеп, әдемілеп, ішін жиһазға толтырып, кілем төсеп дегендей азық-түлігін толтырып беретін боламыз. Әрине, сіздердің баршаларыңыздың атынан Алла Тағала сіздерге разы болсын. Мінекей сіздердің сенімдеріңіз барлығы ақталып, бір отбасы үйлі болып жатыр. Енді қалған ақшамыз, кішкене тағы да ақша түссе, біз сол ішкі жұмыстарын толықтай бітіреміз бір аптаның ішінде. Баршаңызға Алла Тағала разы болсын. Екі дүниенің бақытын нәсіп етсін. Рахмет.